Құрметті әріптестер, ата-аналар, оқушылар, сіздерді биылғы оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Осы айтулы оқиғаны алғаш рет білімім отаныма тақырыбында жаңа бірыңғай форматта атап өтеміз. Бұл бір жылда атқарылған жұмысты қорытындылап, мұғалімдерге, мектеп ұжымына, ата-аналарыңызға алғыс айтуға тудырылған мүмкіндік. Өйткені сіздердің еңбекпен алған білімдеріңіз отанға деген сүйіспеншілікпен құрметтің белгісі. Бүгін сіздермен бірге еліміздегі 4 миллионға жуық оқушы келесі сыныптарға ауысады. Бір жылда сіздер есейіп, оқуда, шығармашылықта, спортта үлкен жетістіктерге жеттіңіздер. Осы оқу жылында біздің оқушылар 10 халықаралық олимпиадада 243 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 20 алтын, 95 күміс, 128 қола медаль бар. Сіздердің әр қайсыларыңыз өз нәтижелеріңізбен мақтана аласыздар. Сіздерді шын жүректен құттықтаймын және мұнымен тоқтап қалмауларыңызды тілеймін. Құрметті педагогтер, биылғы көктем әсіресе батыс және солтүстік өңірлердегі әріптестерімізге ауыртпашылық ала келді. 26 мыңнан астам білім беру қызметкерлері су тасқынына қарсы күресте алдыңғы қатарда болды. Қиындықтарға мойын сұнбай, балаларымызды оқытуды жалғастыруларыңыздың, мектептерді құтқарып, мұқтаж жандарға қолдау көрсеттіңіздер және ағартушылық миссияны адал атқардыңыздар. Сіздердің ерен еңбектеріңіз бен ұстаздық кәсіпке адалдықтарыңыз үшін ең шынайы ризашылығымды білдіремін. Құрметті түлектер, сіздер өмірдің жаңа жауапты кезеңіне аяқ басқалы тұрсыздар. Және бұл сіздер үшін ғана емес, бәріміз үшін, яғни ата-аналар, мұғалімдер, тәлімгерлер үшін де жан тебірентер сәт. Биыл 186 мың мектеп түлектері аттестат алса, 150 мыңнан астам колледж бітірушілері диплом иеленіп, толыққанды маман болады. Осы жас буын мемлекет тарапынан жасалып жатқан барлық мүмкіндікті пайдаланып, еліміздің өсіп өркендеуіне барынша атсалысады деп сенемін. Сіздерге ақ жол тілеймін.